Найзағай, дауыл, жел. Синоптиктер еліміздің бірнеше өңірінде дауылдық ескерту жариялады. Қазгидромет синоптиктері 4 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынып, еліміздің бір қатар өңірінде дауылдық ескерту жариялады. Синоптиктердің дерегінше, таулы өңірлерде қатты жауын-шашын түсуіне байланысты 4-6 мамыр аралығында Алматы облысының және Алматы қаласының маңындағы таулы аудандарда баурайлық ағынның қалыптасуы және өзендерде су деңгейлерінің көтерілуі мүмкін. 4 мамырда Қарағанды облысының шығысында, орталығында найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғып, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетуі ықтимал. 4 мамырда Қызылорда облысының шығысында найзағай ойнап, дауыл соғады деп болжануда. 4 мамырда Жамбыл облысының солтүстігінде, таулы аудандарында, 5 мамырда түнде тауда, күндіз оңтүстікте, таулы аудандарда қатты жаңбыр күтіледі. Ал 4-6 мамыр аралығында облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында найзағай ойнап, бұршақ жауын, дауыл тұруы мүмкін. Өңірдің оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарда соққан желдің екпіні 15-20 метр секунд, кей уақытта 25 метр секундқа дейін жетуі ықтимал. Ауа райы қаншалықты күңгірт болса да, көңіл күйіңіз әрдайым көтеріңкі болсын.